Ассалаумағалейкум, достар. Шұғыл жаңалық. Қайрат Сатыбалды видео эфирға шығып, барлық кінәсін біз алдында айтқандай мойындады. Ол миллиондап ұрлаған ақшасын қайтарып, халықтан кешірім сұрады. Достар, енді сіз ол салафит ишакты кешіресіз бе? Халық оны қалай жазалауы керек? Комментарийге жазыңыз. Бізге сүйінші ретінде бір лайк қалдырып кетсеңіз қуанышты боламыз. Рахмет. Әлхамдулилла, амал жасап жүрмін. Қайрат Сатыбалды кісімен Қазақтелекомнан ақша жымқырғанын мойындады. Астанада елдің экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының ісі бойынша өтіп жатқан сотта жәбірленуші тарап Қазақтелеком және көліктік сервис орталығы медиациялық келісімге келуді ұсынды. Екі компанияның өкілдері сотта Сатыбалды айыбын толық мойындап, бүкіл шығынды өтегенін мәлімдеді. Назарбаевтың немере інісі заңсыз жолмен Қазақтелекомнан 127 миллион теңге, Қазақстан темір жолы компаниясына тиесілі көліктік сервис орталығынан 286 миллион теңге жымқырған деп айыпталған. Сотта Сатыбалдының өзі ештеңе айтқан жоқ. Оның айыбын мойындағанын жәбірленуші тараптың адвокаттары жеткізді. Осыдан соң судья Нұрлан Баяхметов прокурор Жангелді Есебаевқа медиациялық келісім бойынша жедел шешім шығаруды сұрады. Прокурор судьядан шешім қабылдауға уақыт сұрап, сотта үзіліс жарияланды. Сот отырысына Қайрат Сатыбалдының туған інісі, ОХК төрағасының бұрынғы орынбасары Самат Әбіш пен балалары онлайн қосылды. Бұл Самат Әбіштің қаңтар оқиғасынан бері алғаш көрінуі. Сот басында Қайрат Сатыбалды Самат Әбіш пен балалармен амандасып жағдай сұрасты. Самат Әбіш ағасына әлхамдулилла, Құдайға шүкір, амал жасап жүрмін деді. Кейін Сатыбалды ұлына Самат ағаңның жанында бол, балам, онымен ақылдас жақсыма, деді. Ал ұлы әкесіне сағынғанын жеткізді. Сот процесі басталғанда судья видео фото түсіруге тыйым салды. Азаттықта жарияланған фото мен видеолардың бәрі сот процесі басталмай тұрып түсірілген. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалды наурызда қамауға алынған еді. Оның үстінен алдау жолмен мүліктік залал келтірді, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-тажға салды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған. Бұдан бөлек Сатыбалды салықтан және кедендік төлемдерден жалтарды, қылмыстық жолмен тапқан табысын заңдастырды деген күдікпен де тергеліп жатыр. Ол Forbes Kazakhstan есебі бойынша Қазақстандағы ең ықпалды бизнесмендердің тізіміне кірген. Оның әйелі Гүлмира Сатыбалды да бизнесті рейдерлік жолмен тартып алды деген айыппен қамауға алынған. Ал Қайрат Сатыбалдының інісі Самат Әбіш қаңтар қырғыннан кейін ОХК төрағасының орынбасары қызметінен босатылған еді. ОХК Самат Әбіш тергеу назарында екенін мәлімдеген. Қайрат Сатыбалды мен Самат Әбіш Нұрсұлтан Назарбаевтың бауыры Сатыбалды Назарбаевтың балалары. Сарапшылар қаңтар оқиғасынан соң экс-президент туыстарының қамауға алынып, отбасы мүшелерінің жоғары лауазымдардан шеттетілгенін бұрынғы кланның әлсірегені ретінде бағалайды. Түркия Қырымды көздеді. Бейбіт келісім жасалып, жанжал реттелетін болса, Украина 2014 жылдан бері Ресей басып алған аумақтарын қайтарып ала алады. Бұлай деп Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған ТБ арнасына берген сұхбатында айтты. Ердоған Ресейдің Украинаның бұрынғы аумақтарын бақылауында ұстауына жол бермеу керектігін және Киев осыған барса жанжалдың шешілмейтінін атап өткен. Егер біз Украинада бейбітшілік орнатқымыз келсе, онда әрине аумақтардың елге қайтарылуы шын мәнінде маңызды сәт болар еді деген Ердоған. Ол сондай-ақ Украинаға аумақтарды қайтару мәселесі Киев пен Мәскеу арасындағы ықтимал бейбіт келіссөздер аясында күтілетінін айтқан. Бұған дейін Ердоған Ресей президенті Владимир Путиннің Украина төңірегіндегі жағдайды тез арада шешуді жақтайтынын жеткізген еді. Түрік басшысы тұтқындар мен ауыл шаруашылық өнімдерін айырбастау туралы келісімді оңды сәт деп атаған. Украина мен Түркия президенттері Владимир Зеленский мен Режеп Тайып Ердоған жексенбі 24 сәуірде телефон арқылы сөйлесіп, Ресей-Украин келіссөздері мен қауіпсіздік кепілдіктерін талқылады. Бұл жөнінде Түркия басшысының кеңсесі Twitterде жазды. Ердоғанның тараптардың келіссөздері барысында барлық көмекті көрсетуге дайын екенін білдіргені атап өтілді. Бұған қоса, ол Түркияның Украинаның қауіпсіздік кепілі болуға дайындығы мәселесіне оң көзқараспен қарайтынын айтқан. Сондай-ақ Ердоған Мариупольдегі жаралылар мен бейбіт тұрғындарды эвакуациялауды қамтамасыз ету қажеттігін айтып, қаладағы жағдайды өте қайғылы деп атаған. Зеленский өз кезегінде Ердоғанға Азовсталь зауытында қоршауда қалған әскерилермен тез арада алмасу қажеттігін атап көрсеткен. Сонымен қатар екі ел президенттері Украинаның қорғаныс қабілеті мен Қара теңіздегі кеме қатынасын бұғаттаудан қауіп төніп тұрған жаһандық азық-түлік қауіпсіздігі туралы айтты.
Қырғызстан қатты сөйледі. Қырғызстанда Тәжікстанмен шекарадағы қақтығыс салдарынан 500-ден астам ғимарат қираған. Бұл жөнінде өткен брифингте республиканың төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушыларды даярлау мемлекеттік орталығының басшысы Рысбек Жолдашбаев алдын ала мәліметтер бойынша республикадағы қарулы қақтығыстар кезінде 364 тұрғын үй, 9 әлеуметтік нысан, 5 стратегиялық нысан, сондай-ақ 149 жылжымайтын мүлік пен тіршілікті қамтамасыз ету нысандары қираған деді Жолдашбаев. Еске салайық, 14 қыркүйекте Қырғыз-Тәжік шекарасында қарулы қақтығыс болғаны белгілі болған. Бішкекте Душанбені бірнеше зымыран тасығыштарды қолданды деп айыптаған. Қырғызстан өз тарапының қарсыластан айырмашылығы ретінде Тәжікстандағы азаматтық нысандарға оқ атпайтынын айтады. Республика сонымен қатар қантөгістің қайталануын болдырмау үшін Душанбемен кез келген деңгейде келіссөздер жүргізуге дайын екенін атап өтті. Қырғыз-Тәжік шекарасы. Қайғы қасірет әкелген қарулы жанжал қайталануы мүмкін бе? Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасындағы қақтығыстан 100-ге жуық адам қаза тапты. Екі жақ бұрын соңды болмаған көлемде қырғынға келген оқиғаға бір-бірін айыптайды. Қырғызстан қантөгісті шекарадағы жанжал деу орынсыз дейді. 16 қыркүйекте Қырғызстанда 15 жастағы қыз тәжік күштерінің қолынан мерт болды. Баткен облысындағы Достық ауылынан қашып бара жатқан қызға снаряд жарықшағы тиген. Оның әкесі Мәлік Маннанов азаттықтың қырғыз қызметіне қызын Марғын ауылында жерлегенін айтты. Мәлік Маннанов қарулы жанжал кезінде Қырғызстанның оңтүстік батысындағы Баткен облысынан кетуге мәжбүр болған 140 мыңнан астам адамның бірі. Олардың кейбірі Өзбекстан ашқан дәліз арқылы өткен. Шекара бойындағы қарулы жанжал екі ел ішінде қайғылы оқиға болды. Екі жақтан да бейбіт адамдар қаза тауып, тұрғындардың дүние мүлкі қирады. Сол күні Қырғызстан президенті Садыр Жапаров пен Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінде кездесті. Екеуі атысты тоқтатуға келіскен. Бірақ бұл келісім сол мезетте ақ күл-парша болды. Сол күні кешкісін бұл жолғы қақтығыстың былтыр сәуірде болған оқиғадан да асып түскені мәлім болды. Ол кезде шиеленістен 55 адам қаза тапқан еді. 18 қыркүйекке қарай әскери іс-қимыл бәсеңдеп тоқтағандай көрінген. Сол уақытта адам өлімі былтырғыдан 2 есе көп екені белгілі болды. Қырғызстан 59 адам қаза тауып, 150-ден астам азаматтың жараланғанын, Тәжікстан 41 адам мерт болып, ондаған тұрғынның жарақат алғанын хабарлады. Шекара демаркацияланбағандықтан екі ел арасында жер дауы жиі болып тұрады. Ал қазір жаңа қақтығыс қаупі бұрынғыдан да өршіп тұрғандай. Шекарадағы қақтығыс орынсыз термин. Бұрын Совет одағы құрамында болған көрші, екі елдің арасындағы шекараның жалпы ұзындығы 970 километр. Оның жартысына жуығына делимитация мен демаркация жұмыстары жүргізілмеген. Орталық Азия елдеріндегі шекара мәселесі Совет одағы дәуіріне барып тіреледі. Мәскеу кезінде одақтас республикалар арасындағы шекараны бөлгенде елді мекендердегі қай ұлт өкілдері басым екеніне сүйенген. Кейінгі жылдары Тәжікстанның Ворух эксклавы маңындағы аудандарда қырғыздар мен тәжіктер арасында қақтығыс жиі болды. Шиеленіске қарулы күштер араласа бастады. Даудың басы су мен жерден шығып отыр. 19 қыркүйекте дипломатиялық миссия мен баспасөз құралдарына арналған брифингте Тәжікстан сыртқы істер министрінің орынбасары Садик Эмоми халықаралық ұйымдар мен донорларды Қырғызстан мен су шаруашылығы бағдарламаларына Тәжікстанның рұқсатынсыз қатыспауға үндеді. Ворух эксклав болған емес деді Эмоми екі үлкен монитордан көрсетіліп тұрған карталарды нұсқап. Эксклав шетел территориясы қоршап тұрған жер. Ол қырғыздар Совет одағы кезінде және тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Ворух маңындағы жерді оккупациялаған деді. Қырғыздарды қоғамға жау қылуға болмайды. Бұл дұрыс емес. Бірақ қарсыласымыз бәрін керісінше істеп отыр деді Эмоми. Былтырғы қақтығыс шиеленіс аумағын осы ауданнан асырып, одан кейінгі жанжалдардың атыс шабыспен өтетініне жол ашып кеткендей болды. Екі ел армиясы арасындағы бұдан дейінгімен салыстырғанда ең көп адам өліміне әкеп соққан қанды қақтығыс 14 қыркүйекте басталды. Екі жақта бірін-бірі тұрғын үйлер мен инфрақұрылымдарды ауыр әскери қарудан атты, егемен елге басқыншылық жасауға тырысты деп айыптады. Бұл айыптар қақтығыстың екі елде даулы санайтын жерге қатысы жоқ екенін меңзегендіктен өте қауіпті болды. Қырғызстанның Еуроодақтағы дипломатиялық миссиясы 19 қыркүйекте жариялаған твитте шекарадағы қақтығыс деген терминді қолданбауға шақырып, Тәжікстан билігін қақтығыс кезінде 7 елді мекенді басып алды деп айыптады.
Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеті тәжік күштері Достық ауылындағы мектепті басып алды деді. Бұл мәлімдемеге дәлел ретінде Қырғыз мектебінің төбесіне Тәжікстан туын тігіп жатқан сәт түсірілген және қарулы адамдардың тәжік тілінде Қырғыз ауылындағы жағдай туралы айтқаны жазылған кадрлар көрсетілген. 17 қыркүйекте Баткен облысының билігі осы елді мекендердің Қырғызстан билігіне өткенін мәлімдеді. Баткен облысы орталығының тұрғындары азаттықтың Қырғыз қызметіне қарулы қақтығыс кезінде қала мен әуежайдың оқ астында қалғанын айтты. Бұқаралық ақпарат құралдарын үкімет қатаң бақылайтын. Баспасөз еркіндігі шектеулі Тәжікстанда биліктің мәлімдемесін журналистердің тәуелсіз тексеруін қиындатып отыр. Душанбе қырғыз күштері мемлекет шекарасын бұзып, Тәжікстанның Исфара қаласына жақын жердегі ауылдарға басып кірді деді. Бірақ оған ешқандай дәлел келтірген жоқ. 16 қыркүйекте тәжік күштері азаттықтың тәжік қызметінің тілшілеріне шекараға жақындауға тыйым салды. Бірақ журналистер шекараға жақын ауылдарда қырғыз оғынан қираған нысандарды көрген. Олар Овчикалача ауылында қандағын, снарядтар мен атыстан қираған ғимараттарды көрген. Тәжікстан қырғыздар осы ауылды дронмен атқылатты деп айыптаған еді. Ауыл тұрғындары 16 қыркүйекте кешкі 5 кезінде мешіттегі атыстан бірнеше адамның қаза тапқанын айтты. Бизайна Бердиева есімді тұрғын жас дәрігер Карамат Саттыровтың қалай қаза тапқанын көргенін айтады. Атыс дауысын естігенімізде ол сол жерде тұрған. Қорықпа дедім. Сосын оның арқасына снаряд жарықшағы тиді деді Бердиева.